Маржан ханым деген енді ол қыз бұндай бағдарламаларға шықпаған қыз емес, тікелей эфирге шыққан қыз, және де бір ата-анасы тоқтау қоя алады дегенге мен сенбеймін. Шынайы ниетіңіз болса, расымен де мен осы жағдайды шешкім келеді десеңіз, мен сіздің жолақыңызды төлеп беруге дайынмын. Студияға келем десеңіз мархабат, мен өзім төлеп берем. Келіңіз, және Алматыға келгеннен кейін ДНК мәселесі де шешіледі меніңше. Оған біздің де септігіміз ықпалымыз тиеді. Сондықтан келіңіз деп тағы да айтам. Мен шешіп берем оны. Міне билет, міне ДНК. Тек қана сіздің келуіңіз ғана қалды, Маржан ханым. Егер шынайы оны қаласаңыз. Ринат аман болсын. Шын айтам, шын кепілдік. Менің жаңағы қаңтардың ортасы деп созып жүрмеймін. Келдіңіз бе, күн ертеңіне клиникаға барып ДНК тест жасаймыз. Дәулет қаш кетпесе. Бәрі мүмкін. Бірақ менің ниетім түзу бар. Жарайды, Құндыз мәселесі орындық әлі бос тұр. Кеше Құндыз студиядан шығып кеткен еді. Осы кеткенім, мол кеткенім деп, бірақ дегенменен келіп қоштасып кеткенін жөн деп айтқан едім. Кеше хабарласқандарың болды ма? Біз сөйлескен болатынбыз, Шах мырза, бірақ келмеймін, енді барлықтарына рахмет деп бізге солай бір ауыз сөзін жазып жерген болатын. Бірақ та мен, сіз өзіңіз айтатын едіңіз ғой, басталғаны және де аяғы деп ең бастысы. Осы жаққа қоштасып кетсе, жақсы болатын еді. Группаға не дедіңіз? Группаға қоштасып жазды. Сау болыңыздар, барлықтарыңызды біз жақсы көреміз деп. Біз айттық, бірақ келіп, адам құсап кеткенің дұрыс деп. Қоштасқаның дұрыс деп. Жарайды, Құндыз келді ме, жоқ па, шақырып көреміз ба? Құндыз келсе кірсін. Келіңіз. Құндыз, рахмет тілімді алғаныңа. Кел отыр жайғас.